Жылдың соңында барлық мекемеде шкаф сөрелерінің жыл басынан бастап жиналған құжаттармен толып қалғанын байқауға болады. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға осы мәселенің шешімін ұсынамыз, яғни сіздерді сақтауға дайындаймыз. Сіздегі құжаттарды келіп түсуіне сәйкес хронологиялық тәртіппен орналастырамыз. Істі тігуге дайындағанда металл бекітпелер, чүреуіштер, қыстырғыштар және барлық артық салынымдар құжаттардан алынады. Парақтар қара жұмсақ графит қарындашпен нөмірленеді. Цифрлар парақтың оң жақ жоғарғы бұрышына қойылады. Парақтарды нөмірлеу аяқтағаннан кейін оған куәландыру жазбасы жазылады. Оған жасаған адам қол қояды және қойылған қолдың толық жазылуы және жасалған датасы көрсетіледі. Сіздерді құрайтын құжаттар барлық құжаттардың мәтіні еркін оқылатындай мүмкіндікті ескере отырып, картоннан жасалған қатты мұқабаға кемінде 4 жерден тесіліп тігіледі немесе түптеледі. Бірінші және соңғы тесік парақтың жоғарғы және төменгі шегінен 1 см қашықтықта жасалады. Істің мұқабасына ұйымның атауы, құрылымдық бөлімшенің атауы, ұйым орналасқан елді мекеннің атауы, істің индексі, тақырыбы, істің датасы, істің сақтау мерзімі және істегі парақтар саны жазылады. Міне біз осылай істерді сақтауға дайындадық. Дайын болған істер тізімдемесіне енгізіледі. Істер тізімдемесін жасау тәртібі туралы біз сіздерге алдағы видео сабақтарда айтатын боламыз.